мемлекет кайраткеринин бири, Дешти Кыпшак даласынын атактуу перзенти, Мысырда Мамлюктер мемлекетинин негизин калаган, әрі оны 17 жыл бийлеген Султан Бейбарыстын 800 жылдагы Мысыр менен Казакстан арасында кеңинен аталып өтүлмек. Олай болса, Дешти Кыпшак даласынан шыққан даңқты тұлғанын мерейтойына орай бүгүнкү ауылдык мәдениет үйү жана китапкананын уюмдастырууменен кандай ойлоо болот. 17 жыл болсо баскарып, Топшинада көрсөттү кандай өспестик, кандай батыр болгон, сондай кайтпас күч кайраткер, сондай. Ол неге жаңа айтып отурду да, неге бул Казакстанда бул неге тойланып атыр? Бейбарыс неге Казакстан жеринде қазір осы тақырыпты қазір кең көлемде тойланып осы аталып өтіп жатыр. Неге аталып өткен себебі оның қазіргі жұмбақ көлемде халықтар ол қазір Қазақстанда туған деп, қазақ елінде болған, сол жерде жерленген деп жатыр. Атыраудың жерінде өткен деп жатыр. Қазір көптеген нелер шығарып жатыр. Сондықтан ол сол бекер айтылмаған, сол топырағы қазақ жерінде жерленген болуы мүмкін. Әмір Айтегін әл бұндықтары Димаш құл базарында сатып алған, сондықтан да Бейбарыс әл бұндықтары деп аталған екен. Жүздердің 5 жасында күндер сатты қодыққа, таспа тілген тағдырымды сезгенім. Желге айдап бекен қылып тұраққа, жүргеннен сондан бұйырып жырақта. Сездірместен жан азабын ешкімге, намысында армен байлап қанатқа. Мұқалмастан қайсар қайрат жігерін, төзе біліп өмір күрес сынақта. Ерлігін мен елдің жүгін көтеріп, айналғансын ауа оған шыраққа. Айнымастан бүйрік ұстап антынды, қол болмасқа қорғай біліп халқынды. Еркін күшпен жасай білдің мол жаса, әділдіктен жоғалтпастан барды. Шыңғылды, қайтар алар не бір апат, заруын, Қыпшақ тілі болды басты қаруын. Содан іздеп бақыт бастау бұлағын, ән мен күйі өз дедімін танымырдың. Бесігінде тербетілген хавамның, ән мен күйі өз тазы ғой давамның. Мұнда анамның бесік жыры әлдейі, мұнда үні елі қорғаған бабамның. Дәстүр салтым ақ жолы ғой әдептің, көшіне ермей есік тобыр түрмектің. Жұрт таңдаған пирамида ұшына, он қанаты киіз үйді сен. Мысырда тарихи әдебиет мемлекет басына Мәмлүк әулетінің келуімен, Алтын Ордамен байланыстың нығаюына орай жедел қарқынмен дамыды. Түрк әулеттері, халықтардың тарихи географиялық мәліметтерін толық қамтитын энциклопедиялар пайда болды. Мысырда Султан Бейбарыстың өмір дерегіне арнап жазған хатшысы Абд аз-Захирдің тарихи еңбегі дүниеге келді. Бұл еңбекте Алтын Ордамен қарым-қатынастар туралы мәліметтер, сонымен бірге Қырымнан Волгаға дейінгі аралықтағы қысқаша жол сілтеме, Қырымның тұрғылықты халқы туралы діни этнографиялық мәліметтер келтіріледі. Жалап жанаттың көк жалдай тұмшап жарасын, нарға жүк болар жанымның ұқсақ наласын, қайырсыз тақты тәріп қып, күрсіндің бекен, көз алдына келтіріп Қыпшақ даласын. Ұшырған ұя қаларма тербемей олды, қайырла қарап тұрдың ба елге кейінгі. Жетелігісі келгендей туған жер жаққа, жел тартқылап жамылған жүзін осқылап кетті намысын. Тапа бас салдың тұрандық кетті барысын, көсеме болып құлдардың құлы жоқтар. Мәмлүк мемлекеті көркейе түсті. Мәмлүктерге әлемнің түкпір-түкпірінен көпестер ағылып келе бастады. Барлық өзендерге көпір және әрбір қалаға бір мешіттен салынды. Бейбарыс шығыстағы барлық араб иеліктерінің әміршісі деген атаққа қол жеткізді. Орта Азиядағы селжүктерді, кіші Арменияны, барберліктерді толығымен өзіне бағындырды. Франктердің зәулем камалдарын бірінен соң бірін талқандай берді. Барлық көршілес елдер Мәмлүктер мемлекетімен тынысқан болды. Бір-бірлерім кеудемде кел намыс болып тілделедім. Сұлтандық отандыққа отарлық қап беріш болып қатып кеткен сұм жүрегім. Беш мұн көкірек кешімен байлап, егесем, енсекемесімен қайрат, көзіме бош ұсам болып елесейді, бостанда шықштың аты бежел қайма, кеудеме кел намысын өрті құлап, белесте бешешпен белкенім бап, бош ұсан сенің сезім дала емесін, денеме дәрмен кірді. Az-Захария кітапханасына күмбезінің астына жерленді. Оның сүйегі Дамаскідегі Баб-уль-Барид зиратына қойылды. Осылайша Бейбарыс
Сұлтан мәмлүктер мемлекетін ірі державаға айналдырып, Мысыр мен Сирияны крестлер жорығы Моңғол шапқыншылығынан қорғап қалды. Бүкіл мұсылман елдеріне қорған болды. 17 жыл Мысырда билік құрды. Мысырда мынау тар етіп алтын тағында құшағында ұйықтап жатыр менің шіркін көкемнің. О қыпшақ, елім арманым менің ақталам, жете алмай саған. Жат елге жетім қап барам, көкемді шапқан жәндеттің сол бір қылышы, неліктен танар мені де бірге шаппаған. Туған мен, сенде сен үшін төрін төкпеген, кеше гөр дала тілдесіп жатқан көкпеннен. Сұлтаны болып жүргенше елдің текке мен, ұлтаның болып өмірден неге кетпегем. Бас алмай жанды мейіріне сенің шөл